көбейіп шығады. Un қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне мен араластырып болдым. Осындай болып шығуы керек. Сөйтіп ішіне жағып шығамыз. Енді осыны мультифриалкаға құямыз. Одан кейін қақпағын жауып 55 минутқа қойып стартты басамыз. Енді күтеміз. Бисквит дайын болды. Мен сияқты жиі қойып қойсаң да болады. Дәмді болыпты. Егер сізге осы видео ұнаса, лайк басыңдар. Біздің каналға жазылыңыздар. Пока!